Жаңаөзенде 2023 жылы су тұщыту зауыты іске қосылады. Қазір зауыт құрылысының техникалық экономикалық негіздемесі жасалынған. Зауыттың құрылысы аяқталса, Жаңаөзенді күніне 50 мың текше метр сумен қамти алады. Бұл туралы бүгін журналистермен кездескен Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары айтты. Жаңаөзендегі 156 мың халықты күнделікті сумен толық қамту үшін 40-45 мың текше метр су қажет. Бірақ қазір беріліп отырған судың көлемі 20-25 мың текше метр. Су тапшылығы көктем жаз кезінде қатты сезіледі. Сондықтан қала әкімдігі суды халыққа кестемен беруге мәжбүр. Ол зауыт салынғаннан кейін Жаңаөзен қаласына су магистралдық құбырлар арқылы жеткізілу керек. Жалпы ұзындығы 105 шақырымды құрайтын. Осы жасақталған ТО-ға сәйкес зауыттың осы магистралдық су құбырларымен жалпы құны 87 миллиард теңгені құрайды. Енді бұл зауыт іске қосылғанға дейін біз осылай суды көлеміне қарай, келген көлеміне қарай кестемен береміз. Үлгін лампаларды суларды сатып. Сондай-ақ Берік Ізғалиев биыл Жаңаөзенді көгалдандыруға 388 миллион теңге бөлінгенін айтты. Ал ол қаражат өсімдіктерді күтіп ұстауға, бір жылдық және көп жылдық гүл егіп ағаш отырғызуға жұмсалады. Бұл жұмысты атқаруға 70 жұмысшы тартылады.